Оржан, жіберме оны, тез алдынан шық. Не қып тұрсың? Тұра бер, бәрібір сенен пайда жоқ. Лейтенант мырза, кезекшілік кезінде төтенше ештеңе болған жоқ. 4-ші оқу ротасының кезекшісі Ұлан Ахметов. Еркін тұр. Мұхамеджанов. Мен. Саған әкешен келіп тұр. Бар рұқсат па? Үтікті өшір. Құп болады. Міне балапаным келе жатыр. Ой, жаным, суық түшкен тайғаны көкесі. Қойш, мама. Жүре ғой, алтыным. Қалай өсіп кеткенсің өзің? Ойбай, ойбай. Өзің арықтап кетіпсің ғой қолым. Басталды. Бір апта өтпей жатып, арықтап қалып па? Сен таспауырсың, балаға мейірімің жоқ. Одан да барып машинадағы сыйлықты алып кел. Мама, қайдағы сыйлық? Ештеңе керек емес. Шешеңе қарсы шықпа. Ақшаң бар ма? О, ақша керек. Ақша керек те. Ойбай-ау, мыналар сендерді аштан батырып өлтірмесе қайтсын ма? Ал, егер әкең еркек сияқты еті тірі болса, бастыққа барып былайық сөйлесер еді ғой, үй жаным, өзім бірден кіріп шығар. Жері ма? Әкеңнен бәрібір қайыр жоқ. Неғып тұрсың, келсеңші енді? Мен көп кешіп... Сонымен сенбі күні үйге босатама сені? Болды. Балам, қашан алып кетейік? Иә, достарыңмен бөлісетін боларсың. Әрине. Несіне бөлісет, қарасаңшы. Өзіне де жетпей. Көңіл жетсе бәріне де жетеді. Жарайды, балам. Алдағы сенбіде демалуға жібере ме? Сонымен қай уақытта саған келіп алып кетейік? Біреулер тиісіп жүрген жоқ па? Не айтып тұрсың? Бұл жерде кім тиісуші? Қойш. Жарайды, сенбі күні келіп алып кетеміз, жарай ма? Сау болыңдар. Жақсы. Жарайды, жақсы, сау болыңдар. Сол, жарығым. Бол кеттік. Онымен сөйлестіңіз бе? Иә, сөйлестім. Бірнеше рет әңгімелестім. Тұйық ешкіммен араласпайды. Осы мінезіне қарап балалар оны тымырайған, арамза деп ойлайды. Қандай ұсыныс айтасыз? Бұл оқиғадан кейін шұғыл түрде шара қолдану керек. Бәлкім, арамызда оған сөз өтетін біреу табылып қалар. Мен бұлай сөйлесіп көрдім. Балалармен де, онымен де. Қысқасы, маған нәтиже керек. Дулатов, Бауыржан басқа балалармен тіл тапсын. Қашан көзге шыққан сөйлде болып жүреді. Ең бастысы, ол бала офицер болғысы келеді. Осыны ұмытпау керек. Майор мырза, мен бәрін жазалау керек деп ойлаймын. Жеке құрама түгелдей. Тәрбиені осыдан бастағым келеді. Қалай? Тағда ма? Мен сізден алдағы сенбіде ешкімді демалысқа босатпауыңызды сұраймын. Бәрі осында мектепте болсын, ешкім үйіне бармайды. Тым қаталдау емес пе? Меніңше осылай етсек еріксіз тіл табысуға мәжбүр болады. Осылай тұра береміз бе? Айла тау көрік. Айлада не шығады, бәрібір күту керек. Иә, жігіттер, қандай сырқаттарың бар? Менің бауырым сыздайды. Клизма салайық. Бауырың жазылып кетеді. Егер бас ауырса ше? Клизма саламыз. Басыңның ауырғанын ұмытып кетесің. Иә, клизмадан қорққандарыңа қарағанда ауруларың қиын сияқты. Жауырыным шаншиды. Жүр. Байқа, жүрегің ауырады ғой шамасы. Серік, сағатыңды қайда қойған есіне түсірдің бе? Ағамның көзіндей көріп сақтап жүретін. Ешқашан қолымдан шешкен емеспін. Штанга көтерген кезде жақын жерге қойып қойғанмын. Ештеңе етпейді. Сағатың табылады. Серіктің сыры белгілі ғой. Мираға барып айтайын.
Ғалымовқа да барып, арыз жазуды ұмытпағайсың. Ағасына не болған? Не болушы еді, сенің әкең сияқты түрмеде отыр. Егер тағы да бір рет әкем туралы бірден кетесең, тура өлтірем. Қойдық. Жібері, жармес. Жарайды, болды. Доғарыңдар. Болмашыға қырқысып жетіскен екеміз. Мұны болмашы десең, онда сырың белгілі болды. Жарайды, есіңде болсын. Бәріміз мұнда бір үйдің баласындаймыз. Иә, жағдай нашар. Не істеу керек? Білмеймін, вице-сержант, білмеймін. Серіктің жүрген жері осы. Әуелі кроссовкасын жоғалтып алды. Одан кейін фуражкасын бақылау пунктінде ұмытып кетті. Ал соңғы рет оның бәріміз сөмкесін іздедік. Сөйтсек БТР-да қалып қойыпты. Иә, олай да болу мүмкін. Бірақ бәрібір тексеру керек қой. Меніңше бұлай істегеніміз дұрыс сияқты. Ешкімді ренжітпеу үшін әзірше тексеру жүргізбей қояйық. Ал саған берілетін тапсырма мынау. 3 күнде бәрін анықтап біл. 3 күнде. Құп болады. Қайталаймын. Ешкім ренжімесін. Ешқандай айғай-шу шықпасын. Ұқтың ба? Дәл солай. Боссың. Сөзді доғарыңдар. Дұрыстап тыңсаңдар. Қане, зор шашырама, жинақы жүр. Сен естесең де өзің білесің. Ал мен оның сілтпесін шығарамын. Ол секілді топастар құйрықтан теппейінше орнынан қозғалмайды. Немелеге оған тесе бересің? Бұл деген масқара ғой. Соның кесірінен жеңіліп қалдық. Далбалақтап құр жүгіре береді. Иә, әлгі өткен жолғы ма? Иә, әуелі жарыста ұятқа қалдырды. Бара-бара мәселе ушығып кетуі мүмкін. Содан кейін ондай адамнан не қайыр күтесің? Жарайды, қойшы. Онсыз да басым әбден қатты. Серіктің сағаты пәле бол. Жаңғалақ неме? Ылғи сөйтіп жүретін әдеті ғой. Өзі бір жерге қойып, ұмытып кеткен шығар. Оған бола қиналып тұрғам жоқ. Ал Бауыржанды мықтап қолға алу керек. Не олай, не бұлай боп бір жағынан шықсын. Әсел, жақсы болды ғой. Бір тосын жағдайды айтпақпын. Бұл кабинетке келгендердің бәрі де тосын мәселелерді айтып сыр бөліседі. Әйтсе де сізбен сөйлескім келеді. Әскери құпия емес шығар әйтеуір. Болғанда қандай? Вице-сержант Жолбарысов. Мен. Дене шынықтыруға кірсіңдер. Құп болады. Взвод. Нөмір 1-ші жаттығулар топтамасы. Қане, бастаңдар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Қалай, Бауыржан? 12, Жақсы. 13, 14. Неге сонша шындандың? Сағатқа бола ма? Сағаттың не қатысы бар? Бәсе, өзім де солай ойлаған. 1, Сенен бір нәрсе сұрайын деп едім. 3, Балалар үйінде ұрлық қылышы ма едің Біз деп? мұнда бір үйдің баласындаймыз. Өзің солай дедің ғой. Онда да біз бір үйдің баласындай болдық. Ол деген тамаша ғой. Игісінов, Дулатов, әңгімен доғарыңдар. 1, 2, 3, 4. Мен бейне бір дуаланған жандаймын. Сені көрсем жүрегімен нұр тұнған. Қимылыңнан көзімді мен алмаймын. Қараймын да ақ перденің сыртынан. Не нәрсе өзі? Кәдімгі өлең. Иә, бұл қалай болғаны? Пальтомның қалтасынан тауып алдым. Әйтсе де жігітіңнің талғамы жаман емес. Кім жазғанын білуге бола ма? Өлең компьютерде теріліпті, принтерде басып шығарған. Яғни сарапшылар қолтаңбаны анықтай алмайды. Түсінікті. Шамасы мұны жазған офицер. Сіз солай дейсіз бе? Әлде бәлкім ұлан шығар. Кейде шәкірттердің өз мұғалімдеріне ғашық боп қалатын кездері болады. Бұл өте бір ыңғайсыз жағдай. Жеткіншек үшін нағыз қасіреттің өзі.
Сер қорықпаңшы, ендігі жетпегені маған осы еді. Рүстем, түре кел. Не, ұмытып қалдың ба? Ине ішіп алдың ба? Иә, алдым. Кімнің көрпесін тігеміз? Бауыржанның. Бар, Қайырғалиді оята бер. Байқа, ақырын жүр. Қолын көрпенің астына сал. Байқа, оянып кет жүрмесін. Бастай бер. Жастығын түзеп қойып, жерге түсіп қалмасын. Мәссаған. Не кіріп кетті? Жоқ, мұнан қараңдар. Серіктің сағаты ғой. Иә, Серіктің сағаты. Мынаның жастығының астында не қып жатыр? Жеңіске барып айт. Сендер тіге беріңдер. Мен қазір келем. Жеңіс. Не болып қалды? Түре кел. Бірдеңе болды ма? Иә, әңгіме бар. Көрдің бе? Төртінші рота, түре келіңдер. Номер 4-ші киім үлгісі, сапқа тұрыңдар. Кіммен үстеп жүрген? Қане, взвод, тез жуыныңдар да сыртқа шығыңдар. Дос, сапқа тұруға бұйрық бер. Тез болыңдар. Жылдам сапқа тұрыңдар. Бауыржан, сен осында қала тұр. Жастығың астына не тығып жүрсің? Жастығымның астында не жатқанда сен не шаруаң бар? Кеше жастығың астына... Шынымды айтсам, оны маған сенің қарындасың сыйлады, өзі берді. Өтірік соқпа, ол Серіктің сағаты. Сағат? Қайдағы сағат? Мен конфет туралы айтып тұрмын. Сен Серіктің сағаты мені ұрлады демексің бе? Сағатты сенің жастығың астынан тауып алыпты, ол жерде не қып жатыр? Бәлкім әдейі салып қойған шығар. Мүмкін сенің ісің шығар. Сөзді қой, Бауыржан, мен сағатты кім алғанын білгім келеді. Осындай сағатты баяғыдан армандаушы едім, бала кезімде. Сосын ұрладым, ал сен дәлелдей аласың ба? Дәлелде. Түк көрмеген жетім сағат тосалды демексің бе? Осындағы екінің бірі қолынан келсе мұрнымды бет қылғысы келеді. Кәнеке, жиналыңдар. Дәлелдеңдер, тақтайға мына ұры деп жазып мойныма іліп қойыңдар. Жеңіс, қайда кеттің? Мира мен командирге. Неге сонша асығасың? Бітті, ұрын таптым, өз мойындады. Кім ол? Бауыржан ба? Иә, бала кезінен командир сағатын армандапты. Қызыққан шығар. Тыңдаш, Жеңіс, қорытынды жасауға асықпа. Ұрлаған сол болса, өзің ойланып көрші, ертең-ақ мектептен ұшады. Кішкентайынан осында оқысам деп армандаған адам. Қуып шығатын біле тұрып ұрлық қылуға қалай дәті барады? Мұны бұрында айтқансың. Айтқам, тағы да айтам. Ал сен қызбалық жасама. Бауыржан ондайға бармайды. Біреу әдейі істеген болар. Өштесіп жүрген біреу бар шығар. Бауыржан түсініп болмайды. Біресі алдым, біресі жоқ дейді. Не түсінбейтіні бар? Ол тура жүретін, адал жігіт. Бауыржан ұрлық қылу мүмкін емес. Ақ қарасын анықтауымыз керек. Анықтайым. Түбіне жетпей қоймайым. Бұл деген ардың ісі. Біз бүгінгі сабағымызда Қазақстанның Ресейге қосылуының тарихи себептеріне тоқталамыз. Ресейге қосылуды бастаған кіші жүздің ханы Әбілхайыр. Бұл тақырыпты түбегейлі түсіну үшін
сол кездегі Ресей мен Қазақ хандығының көздеген мүдделеріне тікелей қатысты тарихи алғышарттарға үңілуіміз керек. Тарихи деректер теңіздің түбінде жатқан асыл тастай үнемі қолға Сен неге сағатты Бауыржанның жастығының астына тығып қойдың? Жеңіс не деп отырсың? Жалдырмай-ақ қой. Серікке өткен жолы сағатыңды маған айырбасташ деп жалыныпсың ғой. Күшті телефоным бар депсің, ал сенің телефоның жоқ, солай ғой? Иә. Ендеше сағат шымқырған сенсің. Бұлай ұрлаған жоқсың. Жай жатқан сағат ала салдың. Кейін біз шу көтерген соң, пәлені басқаға аудардың. Бар пәле сенде екен ғой. Жолбарысов не болды? Берік екеуміз алтын адам туралы пікір таластырып отырмыз. Алтын адамды патшайым Темирис дейді. Мен оған бұл оның ұлы деймін. Сабақ бойынша пікір таластырғандарың жақсы. Бірақ бүгінгі өтіп жатқан сабағымыздың тақырыбы Қазақстанның Ресейге қосылуы ғой. Ендеше тақырыптан ауытқымайық. Жарайды, Гүлайым Зәкен қызы. Берік екеуміз сабақтан соң сөйлесерміз. Бауыржан, кешір мені. Байқамай айтып қалдым, сен аса. Мылқау адамдай неге үндемейсің, ешқашан сөйлемейсің ғой. Жарайды, жақсы. Мен саған бір ақыл берейін, таза достық тұрғыдан. Айтып көр. Бауыржан, сен Серіктің сағатын ұрладың ба? Оны қайдан білесің? Елдің бәрі біледі. Түнде жастығың астынан Серіктің сағатын тауып алды ғой. Айтайын деген бол емес, саған өзімше көмектескім келеді. Қалай? Сен ұрлаған жоқсың. Жай ойнап алдың. Бізде қалжыңның неше түрлі көкесі болады. Бұл жай көп қалжыңның бірі. Бәрі саған ала көзімен қарайды, өйткені Серіктің сағатын сен ұрлағаныңды біледі. Демек ұры сазайын тартуға тиіс. Сен жай сағатты қалжыңдап, алып едім деп айта сал. Сонда сені кешіреді. Егер ұрласам, ұрладым деймін. Өтірік жалтарғым келмейді. Күдіктенген адам дәлелдеп берсін. Ойласаңшы, сен жалғызсың, олар көп. Сен алмадым деп дәлелдей алмайсың. Маған дәлелдеудің қажеті жоқ. Менің ақылым тыңдасаң, бірден мойында. Солай істегенің өзіңе дұрыс. Сенің неғып жаның аши қалды? Екеуміздің жағдайымыз ұқсас, сондықтан достық көңілмен саған көмектескім келді. Мұндағылардың бәрі сені көзге шыққан сүйелдей жек көреді. Сен кедей әр жетімсің, ештеңең де жоқ. Мұндағылар менде жек көреді. Өйткені менде бәрі бар. Бір таяқтың екі үш сияқтымыз, екеуміз бір-бірімізге сүйеу болуымыз керек. Мен саған алған жоқпын дедім ғой. Иә, бір жолы айырбастамақ болғанымыз рас. Бірақ кейіннен Серік ағамның сыйлаған заты көзіндей көрем де. Сыйлаған нәрсені біреуге беруге болмайтын білмейді дейсің бе? Серіктің сағат тұнып кеткенін көрдің ғой? Қалай көрем? Штанга көтеріп жатсам. Одан бұрын кеткем. Серік менен кейін шықты, сағаты қолында болатын. Содан кейін демалыс бөлмесіне бардым. Оны сол жерде күттім. Содан кейін екеуміз жуынатын бөлмеге бардық. Ары қарай сабаққа кеттік. Екеуміз жуынатын жерден шыққанда әлдекім баспалдақпен төмен қарай жүгіре жөнелді. Кім? Кім екен байқамадық. Кезекшіден сұрасашы. Сол күні кім кезекші болғанын білесің бе? Сол күні қазір есіме түсірейін. Қайырғали сияқты. Жарайды. Кешір Берік. Қателік болды. Бауыржанға тісіңді басып жүрген соң сенсі деген деп ойладық. Ренжіме. Бізде ондай пасықтыққа ешкім бармайды. Мен де солай ойлаймын. Бірақ Бауыржанға бұлай істеп жүрген кім екен? Басқалар шығар. Міне біз соны қазір анықтаймыз. Өкпелеме бауырым. Қайдағы өкпе? Мен де шындықты білгім келеді. Бауыржанның өзі емес пе? Ол кішкентайынан офицер болсам деп армандады. Ал мен офицердің баласымын. Бәрін түсінемін. Бұл жерде не олай, не бұлай. Оған күмәнім жоқ. Клавиатураны ақырын басу керек. Сонда ол тістесіп қалмайды. Баяғы сонау атам заманында машинкамен басқан кезде күш керек болатын. Сол себепті саусақпен қатты басатынсың. Ал мұнда фортепианода ойнап отырғанмен бірдей. Сыртылдаған дыбысы әуендей сыңғырлайды. Жұмысқа қалай жегіліп кеткеніңді өзің де білмей қаласың. Бері қараш, Қайырғали. Серіктің сағаты жоғалған күні сен кезекші болдың ба? Иә. Ендеше кім келіп кім кеткенін көрдің ғой, Иә, талай адам келді. Зод командирі келді, Мира келді. Айдос, ол шынымен Айшалық па? Қайда Айшалық? Сол күні күндіз ғана емес, түнде де жүрді. Мен оған Айдос қайда барасың десем, ештеңе естімейді, көрмейді. Көз ашық кетіп барады. Дәретханаға кіріп кетті. Зәрем ұшқан соншалықты жақындауға дәтім бармады. Қарасам, шығып келеді. Ақырын басып бөлмесіне қарай беттеді. Тоқтатуға жүрегім дауаламады. Қорқынышты. Міне қызық. Қанша жыл бірге жүрсек те мұндайын білмеппіз. Сен оның бет жүзін көрмедің ғой. Көздері аппақ, тура, әр уақыттың өзіме дерсің. Ештеңе көрмейді. Жарайды. Тексеріп көреміз. Төлепберген аға, поштаны қарасам бола ма? Қарай бер. Бірақ саған тағы да өткендегідей хат келетін болса, сыныпқа қайтып кіргізбеймін. Маған өкпелеме.
Ой, ағай, қызықсыз. Өздері шықса не істеймін? О, мына сайтта Мира жүр. Қандай сайтта? Әлеуметтік. Қане қарап жіберейік, қанша досы бар екен. Дос, бөтен біреудің әлеміне енетін жаман әдетті қой. Адамның бостандығы қашан аяқталатынын білесің бе? Бір адамның еркіндігі басталған жерде, екінші адамның еркіндігі аяқталады. Командирдің билігі басталған жерде, біздің еркіндігіміз аяқталады. Сөзді қой, офицер болам деген өзің емес пе? Әрине өзім. Кейде былай ешқандай командасыз. Өз қалауымша еркін жүргін келеді. Мына сіз пиджак сияқты. Неге пиджак дейсің? Жай азаматтар, солай атаймыз. Кәне ұландар, сабақ аяқталды. Боссыңдар. Төлепберген аға, екінші сабағымыз бар емес пе? Солай ма? Есімнен шығып кетіпті ғой. Ендеше сабағымызды жалғастырайық. Бүгінгі үйренетін бағдарламамыз Excel. Дос, сайтты өшір. Поштаны ғана қарайым деген жоқсың ба? Байқайым сен хат жаза бастаған сияқтысың. Қыздарға ма? Жоқ, мен жай әншейін би үйірмесіне жазылған болатын. Өзіме жұп іздеп отырмын. Өзім сияқты, әдемі, сүйкімді. Сенің мұндай әдемі сүйкімді екеніңді білмеппіз ғой. Ана жерді сүртуді ұмытпа. Бері қара, Шайдос. Мен саған қайран қалам. Нені айтасың? Ауруың асқынып бара жатқан сияқты. Қанша жыл мектепте бірге отырып келсек те байқамаппын. Оның автомат сияқты өз қосылатын болу керек, е? Ары қарай бітті. Тіпті өзің де сезбейсің. Неге сезбейді екен? Ойланып та үлгермейсің. Қолың өз созылады, аяғың өз жүреді. Бұлай істейін деп ойлағанда жоқсың. Содан соң қорқып кеттің де басқан төсегіне тастай салдың. Нені меңзеп тұрсың? Сен не жылтырағанды басталатын сауысқан дейсің бе? Әлде мені клептаман дейсің бе? Мұндай арзанды балабақшада да ұстап көргем жоқ. Ес білгеннен тек ең жақсысы менікі бол. Швейцар сағаты болса бір сәрі. Сағаттың не қатысы бар? Сен ұрлаған жоқсың ғой. Ұрлаған жоқ. Бірақ ұрладың деп айтқың келіп тұр ғой. Мен сенің ауруың туралы айтып тұрмын. Қайдағы ауру? Саумын. Айшалық дертіне шырғаныңды несіне жасырасың? Түн ішінде ұйқысырап келіп жүргеніңді бүкіл рота біледі. А? Қане, айта бер. Мақтанған кеп шыдай алмай барасың ғой. Отыра қой. Бұлай болды. Интернетте отырған бір сөйлем шыға келді. Үлкейткін келеме деген. Әлгі анандай сөз латынша парпінен басталатын. КВН-ға бір миниатюра ойлап таптым. Атай компьютердің алдында отырып оқиды. Егерде өзіңді өсіремін десең пен... Ей, Атай, бұл пенсия туралы емес. Анайлау сияқты. Несі жаман, сіз күлдіңіз ғой? Жақсы. Бәріміз жиналып талқыларымыз. Миниатюраны жазып алдың ба? Жоқ, онсыз да жаттап алдым. Дұрыс. Әйтсе де жазып қой. Осындайларды интернеттен қалай тауып аласың? Өз шықты деп айттым ғой сізге. Төлепберген аға көрді де кабинеттен қуып шыға жаздады. Өзі пиджак, маған өзінше әскери тәртіп жөнінде бірдеңе айтпақ болады. Егер бірдеңе десе мені қолданыш. Әйтпесе ол төбемді ояды. Жігіттер, бара тұрыңдаршы. Айдос, сөйлесуіміз керек. Не? Серіктің сағатын сен ұрладың. Командирге бұл жөнді айтуымыз керек. Не болатын білесің бе? Не қалайсың? Бірдеңе сұрайды деп тұрмысың? Қанша керек? Сен түсінбедің. Мен сенің өзіңнің мойындағаныңды қалаймын. Тыңдаш, Жеңіс. Екеуміз баяғыдан таныспыз. Сағат табылды ғой. Табылды. Жабулы қазан жабулы күйінде қалсын. Өйте алмайым. Онда сен сатқын болғаны. Жолдасыңды сатасың. Ал сен сағат ұрлаған кезде жолдасын неге ойламадың? Жарайды, қараспан төндірмеш. Қысқасы,
ертең әке шешем келет. Не керек екенін жасырмай айт. Сұрағаныңның бәрін берет. Уәде етем. Бері қара. Барда жаздым, жаңалдым деп кешірім сұра. Дәмең зор екен. Серік, тоқташ. Мә, сыйға тартам. Өз сағатым ғой. Жеңіс, бауырым, дос, рахмет. Жарайды енді. Ешқашан жоғалтпап едің. Сағатыңды аласың ба жоқ па? Рахмет сендерге. Орын таптыңдар ма? Кім екен? Иә, таптық. Ұжданы болса өзі кешірім сұрайды. Сен қайда кеттің? Сыртқа барам. Онда не бар? Жай, туысқандар келіпті. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіздер ме? Жеңіс, сенсің бе? Айдостың командирі? Мен орынбасарымын. Менің баламды бәрін неге жек көретіндерімді білмеймін. Бірақ оның ешқандай кінәсі жоқ екенін аналық жүрегім анық сезеді. Жеңіс, бұлай етейікші. Оның бұл қылығы туралы сен ештеңе деме. Ал біз бұл үшін саған жақсы телефон сатып әпереміз. Егер тәрбиелеу керек болса, онда әкесі кейін белбеумен жақсылап тұрып жон терісін сыпырады. Меніңше осы дұрыс болатын сияқты, қалай ойлайсың? Айдос өзі барып бәрін айтуға тиіс. Ал егер оған ұжданы жетпесе, баяндауға мәжбүрмін. Бұл жағдайды анықтап, хабарлау жөнінде маған бұйрық берілген. Түсінікті, ақылды бала екенін көрініп тұр. Ендеше бұл қиын жағдайдан құтылудың қандай жолдары бар өзі? Соны айтшы. Айттым ғой сізге. Одан артық не айтам? Ой, балам, жағдайымызды түсінші. Бала қателескен шығар, кімнің басында болмайды. Қайтейін енді, құдайым-ау, ойлашы өзің. Арзан, жаман сағатты ол не қылушы? Керек болса оған швейцар сағатын сатып әпереміз. Ал әлгі телефон туралы шын айтып тұрым. Соңғы шыққанын қазір-ақ сатып әпереміз, жарай ма? Балам, түсінші, ол Жан дегендегі жалғызымыз ғой, оның мектептен шығуына болмайды. Бар үмітіміз сонда. Мұнысы жай әншейін еркелігі ғой. Құдайым-ау, түсінсеңші. Бұларың барып тұрған қатыгездік қой, бір-біріңе деген жолдастық сезімдерің қайда? Ал сіздің балаңыздың жолдастық сезімі қайда? Өз достың затын ұрлау жолдастық сезім бе? Менің ұлым ұр емес, сұқтың ба? Кет шары. Кешір, Жеңіс. Ашу үстінде байқамай қалды. Ашу үстінде дейді? Бұлжыраған сорлы неме, милау. Сенен не үміт не қайыр. Ең болмаса Жан дегендегі жалғыз ұлыңды қорғауға да жарамайсың. Ал сен сүмелек, көрде тұр. Екі аяғыңды аспаннан келтірмесем аттым өрсін, ұқтың ба? Мен сендердің анау әлгі мектептерінің ең дөкей бастығына дейін барам, одан жоғарыға да барам. Менің баламды неге жек көретіндеріңді білем. Өйткені ол тәрбие бала, ауқатты жақсы көргенді отбасынан шыққан. Егер ол көргенді ауқатты отбасынан шықса, онда оған не жетпей жүр? Не жетпейді дейді? Жай әншейін ойнап алғаны қоюғасың ба? Ойнат дейсіз бе? Ол біздің офицері болғысы келетін, жолдасымызды арандатпақ болды. Егер ол жігітті мектептен қуып шықса қайтар еді? Жазықсыз, жайдан жай, балаңыздың қалжың үшін зардап шегеді ғой. Сұғана құры деп ойласақ, ол жігіттің тағдыры не болмақ? Жерге түкіріп, бәріміз теріс айналар едік. Офицердің намысы қайда? Намысы не сенің? Сен офицер емес, сілім тіксің. Жетеді. Машинаға бар. Машинаға бар дедім ғой. Жалпы айналайын, Жеңіс. Өзің біл, не істесең де. Бауыржан, қалайсың?
Рахмет, жақсы. Өзіңді көптің ортасында қалай сезінесің? Жаман емес. 8 жыл бойы көптің ортасында жүрмін ғой. Бауыржан, ертең әкеңмен кездесуің керек. Мира сені әкесінің хаттарына жауап жазбайды. Жолыққысы да келмейді дейді. Иә, онысы рас. Кәне сөйлесейік. Жай ғана сөйлесеміз. Мені түсін, әншейін еріккен соң сұрап отырған жоқпын. Саған көмектескім келеді. Сонда қалай көмектесесіз? Әкеңе өкпелеуіңнің себебін екеуміз бірге іздеп көрейікші. Көңілің серпіліп жеңілдеп қаласың. Әлбетте оған өкпелейтін себебің бар екенін түсіне. Бірақ өзің ойлап көрші, оған да оңай деймісің. Қалай дегенмен, бұл дүниеде екеуіңе бір-біріңнен жақын адам жоқ. Жоқ, жүзін көргім келмейді. Балалар үйіне өз қолымен өткізген. Түсінсеңші оны. Ол байғұс қайбір жетіскеннен өткізді дейсің сені. Бәлкім ол мұны саған жақсы болсын деп жасаған шығар. Болашағыңды ойлағаннан осындай шешімге келген болар. Бұл туралы ойламаппын. Бәрібір оған барып шық. Бетпе-бет сөйлесіп көр. Не үшін оған бұлай қарайтыныңның себебін түсінуге тырыс. Осы сауалдардың жауабын ізде. Сол жаққа қарап түзел, біз сенелерді жек көреміз. Сен Бауыржан ұрлады дегенге сендің ғой? Иә, солай шығар дедім. Ғалымов айтады емес пе, үндемегеннен үйдей пәле шығады деп. Содан соң бір оқиға есіме түсті. Қандай оқиға? Маған атам айтып берген. Соғыста бір жағдай бопты. Бір кісінің ақ қарасын анықтау керек екен. Атам күмәндарым қатты қиналады. Жау дейін десе, оның жөні жоқ. Қысқасы, автомат кінәлі болып шығады. Сөйтсе затворды істесіп тапты. Иә, бейткен әңгімеңе болайын. Атай кім, жау кім, қайдағы автомат? Түсінсем бұйырмасын. Бұл ұзақ әңгіме, кейін айтып берем. Балалар, финалын көрмедіңдер ма? Kişiye yetkisi bizler, ata